Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 97-ші сабақ. Тура және жанама түрде тұжырымдалған есептер тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Есепті шығар. Бірінші күйші 10 күй, ал екінші күйші одан 4 күйді артық орындады. Екінші күйші неше күй орындады? Балалар, бірінші қысқаша жазбасын жазып аламыз. Бірінші күйші 10 күй, екінші күйші белгісіз, бірінші күйшіден 4-еуі артық дейді. Шешуі, ол екінші күйшінің орындаған күйін анықтау үшін бірінші күйшінің орындаған күйін 4-ке арттырамыз. 10 қосу 4 тең 14. Жауабы екінші күйші 14 күй орындады. Ал енді екінші тапсырмаға қарайық. Бірінші күйші 10 күй орындады. Бұл екінші күйшінің орындағаннан 4 күй кем. Екінші күйші неше күй орындады дейді. Балалар, сызбаға қараймыз. Бірінші күйші 10 күй орындаған. Бұл екінші күйші орындаған күйден 4-еуі кем екен. Екінші күйшінің орындаған күйінің санын анықтауымыз керек. Ал енді пайымдау. Егер бірінші күйші екінші күйшіге қарағанда 4 күйді кем орындаса, онда екінші күйші бірінші күйшіге қарағанда 4 күй артық орындады. Шешуі, 10 қосу 4 тең 14, жауабы 14 күй. Балалар, бұл жанама түрде тұжырымдалған есеп екен. Яғни, егер бірінші күйші екінші күйшіге қарағанда 4 күй кем орындаған болса, демек екінші күйші бірінші күйшіге қарағанда 4 күй артық орындаған деген сөз екен. Ал енді үшінші тапсырмаға қарайық. Бірінші және екінші тапсырмалардағы есептерді пайдаланып, жанама түрде тұжырымдалған есеп құрастыр және шығар дейді. Қысқаша жазбасын жазамыз. Бірінші күйші 10 күй, екінші күйші белгісіз, бірінші күйші екінші күйшіден 4 күй кем орындады. Шешуі, 10 қосу 4 тең 14, жауабы екінші күйші 14 күй орындады. Келесі, бірінші күйші белгісіз, екінші күйші 14 күй орындады. Бұл бірінші күйшіден 4-еуі артық. Шешуі, 14 азайту 4 тең 10, жауабы бірінші күйші 10 күй орындады. Ал енді төртінші тапсырма. Теңдеулерді шеш. 17 қосу Б тең 40 қосылған 9. Балалар, бұл құрылымы күрделірек теңдеу, оны бірінші жай теңдеуге айналдырып аламыз. 17 қосу Б тең 40-қа 9-ды қоссақ 49 болады. Мұндағы Б-ны анықтау үшін 49-дан 17-ні азайтамыз. Б тең 32-ге. Ал енді Б-ны орнына қоямыз. 17 қосу 32 тең 40 қосылған 9. 49 тең 49. Келесі теңдеу. 17 азайту Б тең 40 азайту 29. Мұнда бірінші 40-тан 29-ды азайтамыз. 11 қалады. Сонда 17 азайту Б тең 11 деп жазамыз. Ал енді мұндағы Б-ны анықтау үшін 17-ден 11-ді азайтамыз. Б тең 6-ға. Ал енді Б-ны орнына қоямыз. 17 азайту 6 тең 40 азайту 29. 11 тең 11 деп жазамыз. Бесінші тапсырма. Жұп сандарды 2 есе кеміт, ал тақ сандарды 5 есе арттыр дейді. Берілген сандар 3, 4, 5, 6, 8, 9. Балалар, мұнда жұп сандар және тақ сандар берілген. Жұп сандарды 2 есе кемітемізде, ал тақ сандарды 5 есе арттырамыз. Берілген сандар ішінде жұп сандар 4, 6, 8, ал тақ сандар 3, 5, 9. Жұп сандарды 2 есе кемітеміз, яғни 2-ге бөліп шығамыз. 4 бөлінген 2 тең 2, 6 бөлінген 2 тең 3, 8 бөлінген 2 тең 4. Ал тақ сандарды 5 есе арттырамыз. Демек, 5-ке көбейтеміз. 3 көбейту 5 тең 15, 5 көбейту 5 тең 25, 9 көбейту 5 тең 45. Ал енді 6-шы тапсырма. Есептерді шығар және салыстыр дейді. Ән байқауында бірінші қатысушы 16 ұпай алды. Бұл екінші қатысушының ұпайынан 2 ұпай артық. Екінші қатысушы неше ұпай алды дейді. Бірінші қысқаша жазбасын жазамыз. Бірінші қатысушы 16 ұпай,
бұл екінші қатысушыдан 2 ұпай артық. Екінші қатысушының ұпайын анықтауымыз керек. Шешуі 16 азайту 2 тең 14. Жауабы екінші қатысушы 14 ұпай алды. Екінші, ән байқауында бірінші қатысушы 16 ұпай, ал екіншісі одан 2 ұпай кем алды. Екінші қатысушы неше ұпай алды дейді. Қысқаша жазбасы: бірінші қатысушы 16 ұпай, екінші қатысушы одан 2 ұпай кем. Шешуі 16 азайту 2 тең 14. Жауабы екінші қатысушы 14 ұпай алды. Жетінші тапсырма: кім жылдам? Мысалдарды шығарып, қазақ халқының ұлттық музыкалық аспаптарының бірнешеуін біліп ал дейді. Балалар, суретте байқасаңдар, қазақ халқының ұлттық музыкалық аспаптарының суреті берілген, ал енді олардың жанында тұрған мысалдарды орындаған кезде біз олардың атауларын біле алады екенбіз. Ал енді орындап көрейік. Яғни мұнда бос орынға санды анықтауымыз керек. Ол үшін біз белгісіз санды x деп алып, теңдеу етіп шығарсақ болады. 27 бөлу 3 қосылған x тең 11. 27-ні 3-ке бөлсек 9 болады. 9 қосу x тең 11 деп аламыз. Мұндағы x-ті анықтау үшін 11-ден 9-ды азайтамыз, x тең 2-ге. Ал енді x-ті орнына қоямыз. 27 бөлу 3 қосылған 2 тең 11. 27-ні 3-ке бөлсек 9, 9-ға 2-ні қоссақ 11, 11 тең 11 деп жазамыз. Демек, мұндағы белгісіз сан 2-ге тең екен, ал бізде 2 дауылпаз, яғни мына аспаптың аты дауылпаз екен. Келесі, 5 көбейту 3 қосылған x тең 27. 5-ті 3-ке көбейтсек 15, қосу x тең 27 деп аламыз. Ал енді x-ті анықтау үшін 27-ден 15-ті азайтамыз, x тең 12-ге. X-ті орнына қоямыз. 5 көбейту 3 қосылған 12 тең 27. 5-ке 3-ті көбейтсек 15, 15-ке 12-ні қоссақ 27 болады. 27 тең 27 деп аламыз. Демек, бос орынға 12 саны қойылады мұнда. Сондықтан бұл аспаптың аты сазсырнай екен. Сазсырнай. Келесі, x қосу 14 бөлінген 2 тең 52. Мұндағы 14-ті 2-ге бөлсек 7 болады. X қосу 7 тең 52 деп аламыз. Мұндағы x-ті анықтау үшін 52-ден 7-ні азайтамыз, x тең 45-ге. Ал енді x-ті орнына қоямыз. 45 қосу 14 бөлінген 2 тең 52. 14-ті 2-ге бөлсек 7 болады. 45-ке 7-ні қоссақ 52 болады. Демек, мұндағы бос орынға 45 саны қойылады екен. Демек, бұл аспаптың аты 7 жетіген екен. Келесі, 3 көбейту 4 бөлінген 2. Балалар, 3-ті 4-ке көбейтсек 12, 12-ні 2-ге бөлсек 6 болады. Демек, бұл аспаптың аты домбыра екен. Соңғысы 18 қосу 28 бөлінген 4. Балалар, бірінші бөлу амалы орындалады. 28-ді 4-ке бөлсек 7 болады. 18-ге 7-ні қоссақ 25 болады. Демек, бұл аспаптың атауы қобыз екен. Балалар, осылай мысалдарды шығарып, қазақ халқының ұлттық музыкалық аспаптарының атын біліп алсақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.